Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен ұйғырдың как самсасын әзірлейтін боламыз. Бұл самса өрік начинкасынан әзірленетін болады. Самсамызды дайындау үшін бізге экранда көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен жұмысты бастамас бұрын өрігіміздің үстіне қайнаған суымызды құйып шетке алып қоямыз. Айранымыздың үстіне ванилинді және де қамыр қопсытқышын салып бірге араластыратын боламыз. Реакцияға кірісуі қажет. Бөлме температурасындағы сары майды не болмаса микроволновкада ертіп алсаңыз да болады. Айранымыздың үстіне құйып, ұнымызды салып араластыратын боламыз. Маргарин қолдануға да болады, пайызы 82-ден жоғары болуы қажет. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз бізде өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайды. Қамырымыз дайын, үстін жауып, тоңазытқышқа начинкасы дайын болғанша салып аламыз. Өрігімізді блендермен не болмаса мясорубканың көмегімен езгілеп, майдалап алатын боламыз. Осындай каша тәріздес күйге енгенше майдалаймыз. Үстінен грек жаңғағын саламыз. Қолмен тураған абзал, өйткені жеген кезде білініп тұруы қажет. Қамырларымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Әр қайсысын 30 граммнан не болмаса бір жаңғақтың көлемінде етіп бөліп аламыз. Менде 26 штук шықты. Осылай жаямыз, бір ас қасығында салмамызды салып аламыз. Шеттерін осылай бүгіп шығамыз. Сосын қантымызға малып аламыз. Қамырдың да, начинканың да ішінде қант болмағандықтан осылай сыртынан қантқа аунатып аламыз. Орташа қалыңдықта жайып аламыз қамырымызды. Қатты жұқада, қатты қалыңда болып кетпеуі қажет. Начинкамызды салып, бір шетіне саламыз, осылай шеттерін бекітіп шығып, осылай түйіп аламыз. Және де қантқа аунатамыз. Бұл уақытта сіздің пешіңіз 180 градусқа қызып тұруы қажет. Мінекей осылай дайын болады. 180 градусты қызып тұрған пеште қызарып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Жүкті келіншектерге және де анемиясы бар адамдарға өте пайдалы. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жақындарыңызды, туысқандарыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.